Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Еліміздің 13 облысында дауылды ескерту жарияланды. 31 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы жарияланды. Еліміздің 13 облысында дауылды ескерту жарияланды. 31 желтоқсанда 13 облыста дауылды ескерту жарияланды деп хабарлады Түркістан.кз. Ұлытау, Абай, Қарағанды, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде бұрқасын, көктайғақ. Солтүстік Қазақстан облысында баяу бұрқасын күтіледі. Маңғыстау, Қостанай, Атырау облыстарында тұман. Батыс Қазақстанда тұман, көктайғақ. Қызылорда облысының солтүстігінде тұман, облыс орталығында түнде солтүстікте көктайғақ күтіледі. 2023 жылғы 30 және 31 желтоқсанда Алматы қаласының үлкен және кіші өзендерінің бассейндерінде жауын-шашынға және тұрақсыз қар жағдайына байланысты қар көшкіні жүруі мүмкін. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолық ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.